Бірден айта өтейік, енді біз көбінесе өркениетті елдермен салыстырамыз ғой. Енді нарықтық экономиканың заңдары бар, өзінің реттелігі бар. Бір жағынан салыстыруда кішкене келмейді, өйткені ол жақта табыс та жоғары, ол жақта өмір сүру сапасы да жоғары, әсіресе батыс Европа елдерінде. Ал енді бізде әрине дамушы ел болғандықтан бізде олқылықтар да жеткілікті, әлде де қаржылық жүйеде қабылдайтын нақты заңдарда өзгерістер көп талап етеді. Сонда осы жерге байланысты нақты айтатын болсам, егер шетелдерде бұл бәрінде де кредит бар, бірақ ол кредиттің мөлшері шамамен 10-12% құрайды көпшілігінде. Табысын. Сонда олардың табыстарының өзі әрине өте жоғары. Бір орташа табыстары шамамен $2000, $3000 маңайында жүреді. Соның оп-оңай жаңағы 10-12%-ын олар несиеге жұмсай алады. Қалған қаражатын тұрмыс тіршілігіне жұмсаса, қалған қаражатын олар қорландыруға да, оны жинақтауға да мүмкіндіктер болады. Ал енді біздің жағдайға қарайтын болсақ, бізде ондай емес. Егер нақты статистикаға қарайтын болсақ, біздің халықтың көп табысының 56%-ын, орташа есеппен 56%-ын азық-түлікке жұмсайтынын көреміз. Сонда 56% азық-түлікке кетсе, ар жағында біразы балаларын оқыту керек, жолы бар. Ал енді несиесіне не қалды деген сияқты мәселелер келеді да. Сонда несиесін жабу керек. Егер жалға үй алып тұрып жатса, оның төлеу керек деген сияқты. Осы процестердің бәріне ақша жетпей қалатыны анық. Сондықтан бұл жерде жаңағы мен жоғарыдағы айтқан ұсынысын қайттан келеміз. Нақты халықтың жалақысын арттырудан басқа біз ешқандай шешім көріп тұрған жоқпыз. Бұл өте маңызды. Бізде енді атап өткім келеді, негізінен әрбір отбасы осы несиені көтере алады, егер де ол табысын 20%-дан аспаса шамамен. Сонда егер сіз 100 мың болса айлығыңыз, онда сол 20 мың теңгеден аспайтынды ғана несие алғаныңыз дұрыс. Ал бірақ енді ондай емес қой. Бізде көбінесе оның жартысынан асып кетеді көбінесе. Тұрақты түрде 50 мыңнан астап төлейміз, ал қалғаны біздің тұрмыс тіршілігімізге де, азық-түлікке де ешқайда жетпей жатады. Сондықтан осындай теңдестірілген жүйе сақталу керек деп есептеймін. Одан кейін енді бұның барлығы нені көрсетеді? Шындап келген кезде біздің халықтың әлде де болса тұрмыс тіршілігінің әлеуметтік жағдайының нашарлығын көрсетеді. Бізде жағдай негізінде жақсырақ болған 2012-13 жылдарда. Өйткені бізде жалпы ішкі өнім деп айтамыз. Бір жылдағы өндірілген өнім мен жасалған қызметтердің жалпы құны, енді экономикада сөйтіп сол бір жылда біз қанша тауар өндірдік және қанша қызмет көрсеттік, соның құнын алып әрбір адамға бөлген кезде біз халықтың қалай кедей мемлекет пе, табысы орта ма, жоқ әлде бай мемлекет пе, сол көрсеткішті анықтай аламыз. Бізде сол 2012-13 жылдарда жан басына шаққандағы жалпы ішкі өнім рекордтық көрсеткішке дейін жетті, $13,600 болды. Біз Ресейдің өзін озып кеттік ол кезде, Ресейде $12,800 болды. Сол кезде Ресейдің көптеген экономистері көре алмай, жаңағы көп РБК каналдарында, басқа каналдарында сұхбат құрған кезде, қалайша бұл авторитарлық мемлекет Қазақстан бізді озып кетеді деп көре алмай сондай қатты сынаған жағдайлар болған. Сол уақыттарда енді біз көрдік, халықта біраз табыс деңгейі жоғары болды. Оп-оңай ғана Түркияға барып демалып келе салатын, халықтың көп бөлігі сондай жағдайда болды, шындап келген кезде. Ал бірақ та біз еркін айналымға көшкеннен кейін 2015 жылдан былай қарай біздің табысымыз бірден ортайды. Өйткені долларымыз 180-ден 300-дің үстіне қарай бірден секірген кезде екі есе халықтың қолындағы табысы жұтап кетті. Және де күн өткен сайын халық соны көріп келе жатты. Яғни қолындағы ақша азайып бара жатыр. Ал ол өсетін түрі жоқ. Мінекей сол одан 2015 жылдан бері қарай қарайтын болсақ, халықтың нақты табысы өспеген. Тиісінше қазіргі таңда егер қарасақ, сол бұрында 2013 жылы жан басына шаққандағы жалпы ішкі өнім $13,600 болса, қазір бұл $8,500 сәл асады. Демек, төмендеп кеткен көріп отырмыз. Және де әлемдік стандарттарға сәйкес, егер де жан басына шаққандағы жалпы ішкі өнім $10,000 төмен болса, ол мемлекеттер кедей мемлекеттерге жатқызылады. Сондықтан да Қазақстан әлде де кедей мемлекеттердің қатарында. Біз 50-лікке ұмтылып жатырмыз, ары қарай 30-лыққа ұмтылып жатырмыз. Бірақ та бір ақиқаты осы. Демек,
Бұл жерде енді екі мәселе бар. Біріншісі, мемлекет тарапынан халықтың нақты табысын арттыру, оларды жұмыспен қамту мәселесі тұрса, халықтың да тарапынан, бұл біздің қоғамымыз болғаннан кейін, біз ортамыз болғаннан кейін, әлеуметтік жауапкершіліктің үлкен дәрежеде болуы. Өйткені бұл жерде бәрібір бізден басқа ешкім тұрмайды ғой. Біздің ұрпағымыз ертең өмір сүреді. Осыған да өзіміздің тарапынан үлкен жауапкершілікпен қарап, үлкен іскерлік, еңбекқорлықты көрсетсек, еңбек өнімділігін көрсетсек, өзіміздің істеп жатқан ісімізге өте жауапкершілікпен қарасақ, мысалы, содан бір еңбек өнімділігі өскен сайын, демек біз тиісінше көбірек қызмет өндіреміз, көбірек тауар өндіреміз, жалпы ішкі өніміміздің өнімі де ұлғаяды, және де халқымыздың әлеуметтік сапасы да, өмір сүру сапасы да ілгерілейтін болады.